Hey yo, қалайсыңдар? Бүгін біздер әртүрлі мобтардың суретін салып, оны Майнкрафт ішінде тірілтетін боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар, ал ендеше кеттік. Hey yo, қалайсыңдар достар? Мінеке бүгін біздер өзіміздің келесі видеоға келіп жеттік. Бүгін біздер, мәссаған, сіздер білмейсіздер ғой, бүгін біздер дерзкі суреттер саламыз. Мен дейтін әдемі монстрлардың суреттерін дайындап қойдым сіздер үшін. Қазір енді сіздерге салып, одан кейін шығарып көрсететін боламын. Ендеше давайте мені қолдап кетіңіздер. Ал кеттік, ендеше бастай. Так, достар, мен бүгін салғым келіп тұрған бір монстрдың суреті бар. Ол мынау типа монстрдың басы, мынау, монстрдың мойны, и мынау, монстрдың денесі. Типа зомби сияқты бір монстр салғым келіп тұр. Мынау типа бас жағы ғой. И мынау типа осындай қолы, так, қазір қолын дұрыстап тұрып салып берейін сіздерге. Типа осындай қолы, хоп. Так, мына жерлерін қазір кетіп бастаймыз бұлай. Нормально. Мінекей мынау типа осындай қолы, достар. Одан кейін біздерде мынау аяғы болсын. Типа зомби монстрға біздің салаватқанымыз. Мынау аяғы. И, мына жерде мұрны, аузы деген сияқты заттары болады. Там көзі деген сияқты. Басын кішкене осылай сопайтып жіберейін. И одан кейін оның қолында осындай, так, қалай салсам болады екен, осындай дәу дракончик болады, осындай. Мәссаған, менің қиялымдағы сурет қой, достар. Так, мынау типа дракончиктің мынау тілі, сосын мынау типа дракончиктің көзі ғой, в общем, мәссаған. Мынау енді қызық монстр болайын деп тұр, енді бұлай қарасақ. Так что, менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Мінекей біздің бірінші монстрымыз дайын болды. Давайте енді бұны шығарып көрейік. Хоп. Опана, ема достар, мінеке мынаны қараңыздар. Бүгінгі біздің салған ең бірінші монстрымыз шықты. Дәл менің суретімдегідей осындай қолында дракончигі бар, осындай. Мәссаған, ол дейтін бір зомбидің ең қызық түрі деп айтсам кем түспейді ғой да. Қараңыздаршы, тіпті дракончик дейтін жүрегінен шығып тұр ғой. Біздің зомбиіміз деген сыртқа шыққысы келіп, мұрын боқтарды жегісі келіп тұр екен конкретно. Йо-майо, не деген зомби, кәдімгідей дракончик дейтін жүрегінен шығып тұр ма не? Ема, базар жоқ. Ал енді достар, бұған қарсылас ретінде қазір біздер осыған сәйкес келетін бір зомби сияқты емес, енді бір басқаша бір монстрды салып берейін. Мен дейтін осындай бір монстр салғым келіп тұр. Мынау монстрдың басы, мынау мүйізі осындай. Так, басын кішкене үлкейтіп жіберейін осылай. Оп, міне мүйізі, мынау осындай. Так, мынау монстрдың аяқтары ғой, так, мынау аяқтары, мәссаған бір тарақан сияқты жыбырлаған бірдеңе салып отырмын. В общем, мынау құйрығы бола салсын. Енді құйрығы осылай болса қалай кетеді? Нормаль сияқты да. Так, все, біздер құйрығын салып болдық. Тараканды жаза салайық атын. Так, біздер мінекей монстрымызды салдық. Опа, емана. Мынаны қараңыздар, достар. Мынау біздің тараканымыз, ема. Таракан деймі, қалай, кесіртке дейміз ба, шаян дейміз ба? Мына екеуі енді төбелесе ме екен? Ахты, мына екеуі төбелеспейтін секілді, достар. Ну, ничего страшно, нормально. Екеуі төбелеспесе төбелеспей-ақ қойсын. Бірақ менің салған суретім бараңдаршы, екеуі кәдімгідей бір-біріне ұқсайды ғой да. Йо-майо, базар жоқ. Мен кәдімгідей сурет чекем ғой. Бұлай тұршы, таракан маған кетерге келтірмей. Мынаны қараңыздар, даже мүйізіне дейін шыққан ғой. Мен мүйізін салып едім, мүйізіне дейін шыққан ғой. Ема, неше аяғы бар? 4 аяғы бар ма? Мен неше аяқ салдым? Так, мен дейтін артық аяғын салып жүріппін ғой. Ема, ничего страшно. Так, келесі суретімді қайда салсам болады екен? Мына екеуі маған кішкене кедергі келтіп тұрады. Так, мыналардың қастарына саласталайын. Так, мынаны біздер қоямыз. Хоп, мынаны қоямыз. Біздің келесі суретіміз, достар, мен қазір 3 басты бірдеңе салғым келіп тұр. Мынау бірінші басы болсын. Так, мойнын саламыз. Так, мына басын дұрыстап салмадым мен. Осылай салайын. Одан кейін бұлай шығатта мына жақта екінші басы болады, типа. Мынауда екінші басы. Так, одан кейін мойнынан кейін бұлай дәу ауызын салайықшы. Дәу ауызы болсын. Мынау, осындай бір екі қол сияқты бірдеңке болсын да. Так, хоп, міне. Қолының ішін біздер
қызылмен бояп тастаймыз осылай. Одан кейін аузын так бұлай бояйық, короче, типа тістері болсын. Хоп. Так, мінекей мен осындай бір түсініксіз монстр салдым. Қазір енді бұны шығарып көретін боламыз. Хоп, ана. Саған, мінекей достар, біздің монстрымыз шықты. Йо-майо, менің салған суретіме кішкене ұқсамайды екен. Бірақ енді нормально болады. Енді барынша тырысып салдым. Осыған ұқсас бір біздерден осындай монстр шықты. 3 басты монстр ма білмеймін. Ұшатын бірдеңе екен. Конкретно налар дейтін бір-бірімен төбелеспейді екен, бір жаманы. Йо-майо, негізі төбелескенде өте қызықты болушы еді. Так, осының қасына тұрақталып, қазір енді мен дерзкі сурет саламын. Мен қазір ежелгі бір тайпалардағы бір деу гигант адамдарды салғым келіп тұр. Ондай адамдарды қазір мен салып беретін боламын сіздерге. Короче, денесі саған, короче, денесін әдемі болып бояу керек. По идее, типа качок денесі, мына дейтін пресстары, осындай деу. Так, типа иықтары, қолдарын қазір бұлай салып тастаймыз. Иықтарында бояп тастайық осылай. Опана, саған не болып кетті? Мен гигант адам бір түрлі болып кетті ғой что-то. Так, ауыз, көздері, иықтары бояп тастаймыз. Қолында осындай таяқтың сапы болады. Сосын типа таяқ, короче, саған таяғында салдым. Так, белін салып жібереміз. Сосын аяғынды салайықшы. Аяғынды салайық. Аяғында салдым. Так, енді бұлай денесін по идее бояп тастауымыз керек, чтобы четко көріну үшін. Мінекей достар, біздер осындай ежелгі бір адам шығардық. Кетші, ешак бас таракан. Так, енді бұны біздер мына шынайы өмірге шығаруымыз керек. Давай кеттік, ал 1, 2, 3. Опа, мінекей біздің шығарған ежелгі дөу адамымыз. Так, бүгінгі салған суреттеріміздің мінекей біздің қорытындысы. Мынаны қараңыздар. Мына гигантмен мен төбелескім келіп тұршы, бірақ менің жанымды шығаратын сияқты конкретно. Так, достар, мен рисковать етіп төбелесіп қарап жатырмын. Саған. Йо-май, давай кеттік төбелесіп қараймыз, кім жеңеді екен. Так, мен бірінші монстрды жеңдім. Йо-май, қатты тұрады ғой. Ай, жоқ. Блин, қашуымыз керек, кеттік. Хоп, ана. Саған. Так, мына қазір ежелгі адамды жеңсем, онда мен нағыз батыр боламын. Давай, бергел. Айбой, саған удар мықты ғой. Ишак, бос сен өзіңді. Айбой, саған. Мынаны жеңдім. Так, мынаны қараңыздар, менің қолымда банағы ежелгі адамның қаруы бар. Так, өзіміздің алмамызды жеп алайық. Бергелдер, любойын дайрам, саған, мына тараканмен төбелесіп қарайыншы. Давай, кеші. Айбой, саған. Саған. Айбой, қатты өпседі ғой. Мына ежелгі адам таяғы бір түрлі екен. Так, өзімнің қылышымен төбелесе берейін. Бергелі, саған мен қытымды жеп атыр. Так. Мал бергел. Сычкин. Қалай мен қолым жетпейді ұруға, достар, қараңыздар. Саған. Келе, ешек. Мал. Мынау масқара. Әрең дегенде жеңді. Так, біздің ұшатын қайда? Ұшатын жоғып кеткен ба не? Ладно. Короче, достар, біздер мінекей көргендеріңіздей барлық монстрды жеңіп шықтық. Келесі бөлімде қандай монстр салайын, соны комментке жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Эльф. Келесі бөлімде кездескенше, давайте.